Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? 6-шы зерттеу тобының жұмыс жүйесіне назар аударыңыздар. Зерттеу тобы 4 ұстаздан құралған. Көшібекова Назгүл Қанабекқызы, топ басшысы, педагог зерттеуші, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қашығулова Гүлжан Қожахметқызы, педагог зерттеуші, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Ержанова Бибігүл Нұрхамедқызы, педагог зерттеуші, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Самажанова Айым Русланқызы, жас маман, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Зерттеу тобымыз оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мәселесі бойынша жүйелі жұмыс атқаруда. Алға қойған мақсатымыз оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша іс-тәжірибені жинақтау, білім алушылардың 21 ғасыр талаптарына сәйкес алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана алу аясын кеңейтіп, соған ықпал ету, өздігінен ізденуге мүмкіндік тудыру, заман талабына сәйкес білім-білік дағдыларын қалыптастыру, топпен бірлесіп жұмыс жасауға, ұйымшылдыққа баулу. Ал алға қойған мақсатымызға жету үшін міндеттерді белгіледік. Зерттеуге алынған тақырып төңірегінде теориялық білім деңгейін арттыру, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың белсенді тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану, оқу сауаттылығын арттыру мақсатында арнайы тапсырмалар беру, нәтижеге жетуге бағыт-бағдар қолдау көрсету мақсатында саралау тәсілдерін ұтымды пайдалану. Күтілетін нәтижеміз мұғалім, оқушы, ата-ана әлеуметтік өзара әрекеттестігін қалай ұштастыра отырып кеңейтуге болатынын және осындай қарым-қатынастың мүмкіндіктерін, нәтижелерін көрсету. Мұғалім оқу үдерісін басқарушысы, оқушы белсенді ізденуші, ата-ана қолдаушы, жағдай жасаушы. Мақсат міндеттерді жүзеге асыру үшін бірлескен жоспар құрылып, мектеп әкімшілігімен бекітілді. Жоспар бойынша топ мүшелеріне коучинг, ашық сабақтар, сыныптан тыс сабақ, ата-аналар жиналысы өткізу міндеттелді. Әр іс-шараның жоспары топ мүшелерімен бірлесіп жоспарланды. Соның нәтижесінде әр шара жоғары деңгейде өтілді деп айтуға болады. Біріншіден, ұстаздардың теориялық білімін арттыру мақсатында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың тиімді әдістері тақырыбында коучинг өткізілді. Коучинг мұғалімдердің психологиялық ахуалын қалыптастырумен басталды. Адамның қол жеткізетін жетістіктері өзінің ойы мен ниетіне байланысты. Ал ойы мен ниетін жақсылыққа бағыттай алмаған адамдар сәтсіздікке ұшырайды. Алдымен әр адам өзімен күресуді оптимистік ойлау негізінде жүзеге асыру керек. Осы мақсатпен әр ұстаз сәттілік есігінен дәл бүгіннен бастап атты өз бағдарламасын құрып өтті. Коучинг барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, неге заман талабы ретінде қарастырып жатқанымыз, халықаралық зерттеулердің нәтижелері кең көлемінде талқыланып, бұл тақырып қазіргі таңда өте өзекті мәселелердің бірі және осы мәселе бойынша жүйелі жұмыс атқару қажет екеніне көз жеткізілді. Келесі кезекте Бибігүл Нұрхамедқызы 4-ші Б сыныбында қазақ тілі пәнінен ас мәзірі тақырыбында сабақ өткізді. Сабақ барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мақсатында рольдік ойын ұйымдастырылды және топтық бірлескен жұмыс барысында балалар өте жақсы нәтиже көрсетті. Оқу сауаттылығын қалыптастыруға байланысты берілген тапсырма саралау тәсілімен сабақтың мақсатымен ұтымды ұштастырылды. Жас маман Айым Русланқызы 9-шы А сыныбында ағылшын тілі сабағында оқушылардың айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын арттыру мақсатында функционалдық сауаттылық пен саралау тапсырмаларын сабақтың мақсатына қарай бағыттап ұйымдастырды. Айым Русланқызы жас болса да шығармашылығы, пәнді құзыреттілігі мол екенін көрсете білді. Гүлжан Қожахметқызы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай 8-9 А сынып оқушыларымен сыныптан тыс сабақ өткізді. Оқушылар Ыбырай атамыздың образына еніп, досы Ильминскийға жазған хатын оқып, тұңғыш ұстазымыздың өмірлік деректерімен таныстырды. Ыбырай әңгімелерін сахналай отырып, тәрбиелік маңызы өте зор екенін аса шеберлікпен көрсете білді. Викториналық сұрақтардың нәтижесінде бұл шарадан балалар Ыбырай Алтынсарин жайында терең білім алғанының куәгері болдық. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп пен отбасының ынтымақтастығын көрсету мақсатында 7-ші А сыныптың ата-аналарымен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы ата-ананың басты рөлі тақырыбында онлайн форматта ата-аналар жиналысы өткізілді. Жиналыс барысында ата-аналарға функционалдық сауаттылық дегеніміз не және оның 4 негізгі механизмі көрсетілді. Соның нәтижесінде бала тәрбиесіндегі жиі жіберілетін қателіктер талқыланып, жағдаяттар шешіліп, психологтардың ұсыныстарымен салыстыру жүргізілді. Атап өтілген іс-шараларды ұйымдастыру барысында топ мүшелерінің тәжірибесіндегі күшті және әлсіз жақтары талданып, кәсіби даму аймағы анықталды. Соның нәтижесінде топ мүшелері өзінің тәжірибесіне өзгерістер енгізіп, тиімді сабақтар өткізуге, білім сапасын арттыруға бағыт-бағдар алды. Зерттеу тобының ендігі кезектегі іс-әрекеті жинақталған іс-тәжірибені тарату, ашық баспасөзде жариялау. Назарларыңызға рахмет.